Бәріне сәлем достар. Бүгінгі сабақта біздер Pythonдағы виртуалды ортамен танысамыз және Django сабағына кіріспе болады. Бірінші, виртуалды орта деп тұрғанымыз не ол? Яғни виртуалды орта дегеніміз, ол сіздерде мысалы көптеген проекттер болса, сол проекттерге арналған жеке кеңістік. Яғни кеңістіктің ішінде Python тіліндегі кітапханалар жазылатын болады. Және әрбір сіздің проекттеріңізде өзінің ғана кітапханаларын жазатын болады. Және кітапханаларыңыздың версияларын басқаруға мүмкіндік бар. Ол туралы толығырақ білу үшін біздер оның сайтына өтейік. Біз осы сайтқа өтсек, оны қалай қондыру туралы ақпараттар бар. Бірінші, қондыру үшін біздер терминалымызды ашамыз. Терминалымыздың ішінде көрсетілген командаларды жүргіземіз. Яғни бірінші бізде pip деген Pythonдағы кітапханалар қондыруға мүмкіншілік беретін қосымша. Бірінші оны жаңартып алайық. Ол үшін көрсетілген команданы орындаймыз. Ал екінші команда ол pip-тің версиясын көрсетеді. Яғни бізде pip жаңартылған, оның соңғы версиясы 23.2.1. Келесі біздер виртуалды ортамызды құрып көрейік. Мысалы, ол үшін виртуалды ортамыздың кітапханасын Pythonға қосамыз. Келесі команданы көшіріп алып, терминалға қоямыз. Яғни менде қондырылған. Біздер алдыңғы сабақтағы projects папкасына өтейік және оның ішін тексерейік. Бізде еш нәрсе болмау керек. Осы жерге біздер өзіміздің бірінші виртуалды ортамызды құрастыратын боламыз. Бұл жерде, бұл командада бірінші venv деген команда арқылы біз env деген виртуалды ортамызды құрамыз. Яғни бізде venv деген папканың аты болып есептеледі. Біз ол папканы қалай атасақ та өзіміз білеміз. Бірақ мен venv1 деп көрсетейін. Және осы жерде біздер көп виртуалды орта құра аламыз. Яғни әрбір виртуалды ортаның ішінде оның өзінің Python'ы болады. Яғни біз venv1 2-ні қондырдық, ал оны қосу үшін келесі команданы көреміз. Біздер қазір Linux-тың терминалында жұмыс жасап жатқандықтан Linux-тың командаларын орындайтын боламыз. Біздерде env деген жоқ, сол себепті біздер өзіміз ашқан виртуалды ортамыздың атын беруіміз керек. venv1. Яғни қазір мен venv1 деген виртуалды ортаның ішіндемін. Одан шығу үшін deactivate деп жазамын. Яғни одан шықтым. Немесе сіздер осылай venv2 екінші виртуалды ортаны қоссаңыздар да болады. Яғни бұлай біздер көптеген виртуалды орталар құрастыра аламыз. Яғни одан да шығу үшін біз deactivate дейміз. Енді қазір бұл виртуалды орталарды кетіре тұрайық, себебі біздер оны өзіміздің бір алғашқы Django проектіміздің ішіне қосатын боламыз. Кетіру үшін rm-rf venv деп жазамыз. venv1, venv2. Енді тексереміз. Projects-ның ішінде ешқандай папка қалмады. rm-rf командасын пайдаланар алдында сіздер өте сақ болыңыздар, себебі бұл папкамен бірге ішіндегі файлдарды да кетіріп жібереді. Ал егер сіздер бұны сақтықсыз қолдансаңыздар, маңызды ақпараттарды да кетіріп алуы мүмкінсіздер. Ал біз бұл виртуалды ортаны енді ғана құрғандықтан, бұның ішінде біз үшін бағалы ешқандай файлдар жоқ. Сол себепті біздер кетіре береміз. Келесі біздер Django туралы айтайық. Django дегеніміз, яғни Python тілінде веб қосымшаларын әзірлеуге арналған ережелер мен құралдар жиынтығы. Мәселен, оның ішінде көптеген функционалдары сіздерге веб қосымша жасауға көмектеседі. Біз оның документациясын ішін ашып қарайық. Яғни документациясының ішінде ең алдымен overview деген бөліміне өтеміз. Overview деген жерде Django туралы ақпарат берілген. Мысалы, ол тез деген, яғни оның ішінде керекті барлық құралдары бар, және ол қауіпсіз, және тағы да басқа оның көптеген артықшылықтары бар. Мысалы, оны бірінші біздер жазып алу үшін келесі команданы терминалға орындаймыз. Бұл жерде 4.2.4 деп тұрғанымыз Django-ның соңғы версиясы болып есептеледі. Сол үшін біздер соңғы версиясымен жұмыс жасаймыз. Қондырылғаннан кейін енді өзіміз документация бөліміне өтіп, өзіміздің алғашқы қосымшамызды жазайық. Ол үшін біздер python-m Django version деп Django-ның версиясын тексеріп алайық. Бізде Python деген жоқ, яғни бізде ол Python 3 болып есептеледі. Яғни бізде Django-ның версиясы 4.2.4. Содан кейін проектімізді бастаймыз. Ол үшін Django admin start project my site деп бастайық. Бұл жердегі my site деген проектіміздің аты болып есептеледі.
біздерде ол MySite деп тұра берсін, бұл әзірге мысал үшін. Яғни осы команданы жүргіземіз, ал біздің терминалымызда бұл Django админді көрмей тұр, сол себепті біздер бұл команданы басқа жолмен жүргізетін боламыз. Яғни Python 3 -m Django start project және MySite. Енді біз директорияларды қарайтын болсақ, бізде MySite деген папка пайда болды. Енді келесі осы папканы біздер өзіміздің Visual Studio Code бағдарламасында ашайық. Біздер аштық, яғни оның ішінде мынандай файлдар бастапқыда құрастырылып қойылған. Init деген файл бұл бізде бұл MySite деген қосымшаны модульге айналдыру үшін пайдаланылады. ASJA, WSJA деген ол яғни сервермен байланыстыру үшін. Ал мына жердегі settings дегеніміз бұл Django-ның бастапқы баптаулары, яғни барлық Django-ның біздер баптауларын осы файл арқылы қолданатын боламыз. Яғни URL деген URL-дерді сақтайтын жер болып есептеледі. Толығырақ алдағы уақыттарда бірге практикада түсініктірек болады. Ал ManagePy дегеніміз, яғни бұл командалар жүргізуге арналған утилита. Келесі біздер осы проектіміздің ішінде осы проектке арнап виртуалды ортақ құрайық. Ол үшін біздер Python 3 -m VNV және біздер виртуалды ортамыздың атын VNV деп атайық. Осылай ашамыз. Мына жерде бізде сол жағымызда папка пайда болды, ал оң жағымызда осы виртуалды ортаны біздің Visual Studio Code бағдарламамыз көріп тұр. Яғни соны біздер жұмыс кеңістігінде пайдаланайық па деп сұрап тұр, біз яны басамыз. Келесі мысалы виртуалды ортаның іші неден тұрады десеңіздер, осы папканың ішін ашып қарап алсаңыздар болады. Енді біздер мына жерде activate деген команда арқылы осы виртуалды ортаны қосайық. Source VNV bin activate деп жазамыз. Яғни біз осы виртуалды ортаның ішіндеміз. Енді ол осының ішіндегі Python'ға қарайтын болады. Яғни оны тексеру үшін біздер бұлай жазсақ болады. Which Python деп жазсақ. Яғни ол міне projects MySite-ның ішінде VNV-ның ішінде bin деген папка бар. Соның ішіндегі Python'ды пайдаланып тұр. Енді осы виртуалды ортаға кітапханаларды қондырайық. Яғни бұл жерде бізде әзірге Django жоқ. Себебі біз Django-ны виртуалды ортаның сыртынан қондырған болатынбыз. Ал біздің виртуалды ортамыз толықтай таза. Енді оның ішіне Django-ны құрастырайық. Оны орнату үшін мен алдымен мына жерде requirements деген файл создавать етем. requirements.txt. Яғни біздер өзіміздің осы виртуалды ортаға қондырылатын кітапханалардың аттары мен версияларын осы жерге көрсетіп отыратын боламыз. Яғни бізге Django керек. Оның версиясы, яғни соңғы версия 4.2.4 болу керек. Енді оны қондыру үшін біздер pip install -r рекурсивный, яғни бұл жерде көп кітапханалар болатын болса -r және requirements дейміз. Сол кезде ол осы файлдың ішіндегі барлық кітапханаларды осы виртуалды ортаның ішіне қондыратын болады. Install деп қате жазып қойғанмын. Install -r requirements.txt. Яғни бұл Django-ны жазып жатыр. Енді Django-ны жазғаннан кейін келесі сайтқа өтіп, біз серверімізді бастап көрейік. Яғни Python ManagePy run server деп жазамыз. Ал мына терминалымызды жауып тастай берсек болады. Біз Visual Studio Code'ның ішіндегі терминалды пайдаланып жатырмыз. Яғни бұл жерде локалдық адрес берілді 8000 портта. Осыны біздер браузерде ашатын болсақ, мынандай start page, яғни бастық бет көреміз. Бұл жерде Django сәтті қондырылды деген хабарлама тұр. Келесі Django документациясынан біздер run server командасы арқылы портты да өзгерте алатынымыз көрініп тұр. Мысалы, қазір сөндірейін. Run serverде порттың нөмірін 8080-ге өзгертсем, яғни ол 8080-ші порт арқылы ашады. Ал біздің 8000-ші порттағы қосымшамыз тоқтайды. Яғни ол ұзақ ашқысы келіп, оны аша алмайды. Келесі біздер хостты да өзгертсек болады. Ол болашақта докер пайдаланған кезде көреміз. Яғни 0008000 деп хостты да өзгертсек болады. Немесе біздер 0-ды қайта жазбау үшін мынандай да лайфхак бар. 0 дейміз және 8000 десек, ол
ол осы порт хостта ашылатын болады. Біздер үлкен проект жасаған кезде ол кішкентай бөлшектерден құралады. Қосымшамызда бірінші бөлшегін құрайық. Ол үшін Python manage by startup pols деп жазамыз. Байқағандарыңыздай, сол жақта pols деген папка пайда болды, және оның да өзінің файлдары дайын тұр. Мысалы, migrations деген папка пайда болды. Орысша айтқанда база данных, яғни деректер қорын өзгертуге арналған, оның ішіндегі таблицаларды немесе олардың столбецтердің аттарын өзгертілетін скрипттер осы migrations папкасының ішінде болады. Init айтып өткенде ол модульге айналдырады. Admin деген бұл, яғни Django'ның өзінің админ панелі бар. Осы админ панельге қосатын жер. Бұл яғни және басқа да баптаулары бұл жерде бізде. Pols қосымшасының ішіндегі таблицалардың түрлері сипатталатын болады. Мына жерде тест жазсақ болады, бірақ тест жазуды болашақта басқаша пайдаланамыз. Views деген біздерде бизнес логикасы тұратын жер. Біз енді келесі біздер viewsқа индекс қосайық. Индекс деп тұрғанымыз осы жерге URL арқылы қосылсақ болады, яғни оны қазір көреміз. Осыны көшіріп алып viewsқа толығымен қояйық. Осыны қондырғаннан кейін біздер pols папкасындағы URLs pipe файлына барамыз да келесі кодты қоямыз. Яғни ол файл жоқ, оны біздер өзіміз қолдан құрастыратын боламыз. Осы файлымызды қойдық. Енді біздер MySite'ның ішіндегі URLs-py'ға мұна келесі кодты қоятын боламыз. Яғни міне MySite, соның ішінде URLs-қа келесі кодты алып қойдық. Енді келесі нәрсе біздерге серверді қайтадан қосып, сол жерге өту. Run server. Және осыны браузерде ашайық. Open in browser дейді. Яғни қалғандарын жауып тастайын. Біздерде енді бірінші басқа бет ашылды. Бұл жерде жолдар тұр. Осы жолдар арқылы біз сайттың әрбір бөліміне өте берсек болады. Мысалы, pols деген бөлімге өтетін болсақ, жаңағы views файлына салған текстімізді көреміз. Яғни, сәлем әлем, біздер pols дегеннің индексінде тұр. Ол текстті өзіміз береміз. Ол текст, яғни, мына жерде views'ның ішінде берілген. Біздер қазақша да жазып қоя аламыз. Яғни, мінекей, біздер полстың индекс жолына өттік. Екінші нәрсе, бұл жерде байқағандарыңыздай админ деген екінші жол тұр. Яғни, ол Django'ның өзінің админ панелі болып есептеледі. Оны ашқан кезде сіздерге username және пароль қосуды сұрайды. Ол туралы біздер алдағы сабақтарда өтетін боламыз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.